Рейхан Зейнепті ойлап жылап отырады. Әмір келіп жылы сөздермен жұбатады. Рейхан Зейнептің өлгеніне сенбейтінін айтады. Ал Зейнеп Тастанды үйде қамауда жылап отыр. Таңертең Рейхан Зейнептің жүзуді білетінін есіне алып, бұл туралы Меликеге айтады. Суына да өзіне ренжіп қайғысын Зафермен бөліседі. Зейнепке көмектесе алмадым деп мұңаяды. Зейнептің өгей шешесі Жеміреге қоңырау шалып, Зейнептің тірі екенін және оның қамауда екенін айтады. Жавида мен Жеміренің қорқынышы басылады. Зафер мен Суна Рейханның бөлмесіне келеді. Рейхан Зейнептің киімдері табылған жерге бармақ болады. Райханға қосылып Суна мен Зафер де барады. Рейхан оларға Зейнептің өлгеніне сенбейтінін айтады. Үшеуі теңіз жағасына келеді. Рейхан теңізге қарап тұрып, Зейнептің шаш байлауын тауып алады. Жалғыз өзі іздеуге кіріседі. Зафер мен Суна оның кетіп қалғанын байқамайды. Зейнеп дәретханадан шығып, ер адамның арқарап тұрғанын пайдаланып телефонын алады. Зейнеп қолын шешіп, Рейханға телефон соғуға тырысады. Әмір үйіне келіп Рейханды іздейді. Барлық бөлмесін аралап шығады. Рейхан Зейнепті іздеп біраз жер жүріп Тастанды үйге келеді. Әлгі адам Райханның артынан келіп аузын жауып, үйге қарай алып кетеді. Зейнеп Рейханға қоңырау шалады. Рейханның телефоны үйде қалған. Телефонды Әмір алады. Зейнеп Рейханды сұрап көмек беруін өтінеді. Әлгі адам Рейханды Зейнептің қасына келеді. Зейнеп дереу телефонды қалтасына салып үлгереді. Ол Рейханды көріп, оған жіберуді айтады. Әлгі адам оларға қаруын бағыттайды. Әмір телефонның арғы жағынан Райханның дауысын естеді. Және атылған қарудың дауысын естеді. Телефон жерге түсіп, байланыс үзіліп кетеді. Зафер Эмирге қоңырау шалып, Рейханды таппай қалғанын айтады. Әмір, қазір барамын деп сонда асығады. Жавидан оны тоқтатуға тырысады, бірақ Әмір, Рейхан Зейнепті тауыпты деп анасын тыңдамай шығып кетеді. Әлгі адам Рейханға қалай тауып келдің деп сұрайды. Рейхан полициямен бірге келгенін айтады. Бірақ ол оған сенбей шығып кетеді. Рейхан Зейнепті жұбатады. Рейхан телефонмен Әмірге хабарласпақшы болады. Сол кезде әлгі адам кіріп қалады. Рейханды итеріп тастайды. Содан Зейнепті күштеп алып кетеді. Ал Рейханды жалғыз сол жерге қалдырады. Суна өзін кінәлайды. Зафер оны жұбатады. Әмір жетіп келеді. Зафер ақталып тұр, жарайды, үйге барыңдар, Рейханды өзім табамын дейді. Жавидан Жеміреге қоңырау шалып жағдайды түсіндіреді. Ал Жеміре Рейханды іздеп кеткен Әмірге ашуланады. Әлгі адам Рейханның аяқ-қолын байлап қояды. Әмір Тастанды үйді тауып келеді. Ол адам терезеден көріп тұрады. Әмір есікті тоқылдатады. Әлгі адам есікті ашқанда Әмір Рейханның суретін көрсетеді. Ол ешкімді көрмегенін айтады. Әмір кетіп бара жатқанда Рейхан белгі беру үшін орындықпен жерге құлайды. Әмір дыбысты естіп не болғанын сұрайды. Әлгі адам абдырап үйде жүрген мысықтарым деп есікті жауып қояды. Әмір кетіп қалады. Әлгі адам ашуланып, Рейханды өлтіру үшін қаруын бағыттайды. Сол сәтте Әмір кіріп келеді. Ер адамға тап беріп, оны ұрып есінен тандырып құлатады. Ол Рейханның қол аяғын байлаудан босатады. Әлгі адам есін жинап қаруын Рейханға бағыттағанда аяғы қақпанға қысып қалады. Әмір оны ұрып құлатады. Сосын Рейханды құшақтайды. Екеуі құшақтасып тұрғанда ана орнынан тұрып, есікті сыртынан құлыптап кетеді. Зейнепті алып шығып көлікке отырып кетпек болады. Бірақ көлік оталмайды. Сосын орман жаққа алып қашады. Әмір есікті бұзып, Рейхан екеуі олардың артынан қуып кетеді. Сол жерге Жеміре келеді. Әмірден бұрын оларды тауып жақсы көрінбекші болады. Есіктің ашық тұрғанын көріп ішке кіреді. Кім бар деп кіргенде, кенет есік жабылып Жеміре іште қамалып қалады. Әлгі адам Зейнепті алып қашып бара жатыр. Рейхандар қуып келе жатыр. Содан көз жазып қалады. Әмір Заферге қоңырау шалып жағдайды айтады. Полиция шақыруын сұрайды. Зейнеп Рейхан әпке деп айқайлайды. Рейхандар естіп қалып қуады. Әмір жетіп алып, ана адамды ұстап алып екеуі төбелеседі. Әмір оны ұрып соғып тастайды. Зейнепті құтқарады. Рейхан мен Зейнеп бір-бірін көріп құшақтасып қуанады. Әмір Кемалға қоңырау шалып, Зейнептің табылғанын айтып, оны үйіне шақырады. Лейла Зейнептің аман есен табылғанына қуанады. Әмір мен Рейхан Зейнепті үйге алып келеді. Жавиданның іші қылп ете қалады. Ал Хикмет Зейнепті жылы қарсы алады. Хикмет Жавиданның ашулы жүзін,
ал Эмирдің қуанышты екенін байқайды. Ал Жемре болса тұтқасы жоқ, есікті аша алмай қараусыз үйде қамалып қиналады. Онда телефон желісі ұстамайды. Жавидан Жемреге хабарласа алмай әлек болады. Содан Зейнептің өгей анасына хабарласып келесі жоспарын айтады. Кемал мен Лейла Хикметтің үйіне келеді. Жавидан олардың келгенін жақтырмайды. Лейла Жавиданмен танысып, өзін масалдың күтушісімін деп таныстырады. Бірақ Жавидан оны суық қабылдайды. Лейла мен Рейхан бір-бірін көріп құшақтасады. Барлығы кофе ішіп әңгімелескен соң Кемал мен Лейла үйге қайтады. Жолда Лейла Кемалдың саусағынан неке сақинасын шешпегенін байқап, Тархон әулетінің біреуі көріп қойып деп мазасызданады. Зейнеп Рейханға қорқып тұрғанын айтады. Рейхан оны жұбатады. Әмір олардың әңгімесін естіп, бөлмеге кіріп Зейнепке, бұл сенің де үйің деп оны сабырға шақырады. Сол кезде Зейнептің өгей анасы полиция қызметкерлерін ертіп, Тархон әулетінің үйіне келіп, қызымды ұрлап кетті деп айқай шығарады. Рейхан мен Әмір Зейнепті бергісі келмейді. Бірақ заң бойынша қыз өгей анасының қамқорлығында болғандықтан оны жіберуге мәжбүр болады. Полиция қызметкері жүр деп Зейнепті алып кетеді. Жавидан мәз боп қарап тұрады. Зейнепті күштеп алып кеткенде, Рейхан дәрменсіз күйде жылап қалады. Зейнеп те жылап, Рейхан әпке мені бермеші деп айқайлаумен кетеді. Рейхан қатты қайғырады. Зейнеп еңіреп тұрып көлікке мініп кетеді. Жемре қараусыз үйде тоңып отыр. Егеу құйрықтарды көрген сайын қорқынышы артады. Ол күбірлеп біреу құтқарып келсе екен деп жылайды. Рейхан Әмірге Зейнептің өгей анасының зұлымдығын айтып береді. Әмір оған Зейнепті қайта алып келудің жолын табатынын айтып кетіп қалады. Таң атады. Жемре қиналып не істерін білмей жылап отыр. Жавидан Жемреге хабарласа алмай отыр. Суфила Жавиданға хабарласып, Жемренің қайда екенін сұрайды. Жавидан оған білмейтінін айтады. Зейнептің өгей шешесі Тастанда үйге жасырған ақшасын алуға келеді. Сол кезде Жемре көмек сұрап дауысын шығарады. Әйел есіктен ашқанда Жемре оны құшақтап алғысын айтады. Рейхан Зейнепті ойлап қайғырып отырады. Сол кезде Әмір келіп, Зейнепті өзімен бірге алып келгенін айтады. Рейхан Зейнепті құшақтап қатты қуанады. Әмір Зейнепті өгей шешесінен қалай алғанын айтып береді. Оны Рейханнан ақша алғанын, әлгі адамды жалдағанын полицияға айтып беремін деп қорқытқан екен. Үшеуі дастархан басына келеді. Суналар көріп қуанады. Жавидан көріп қызы шыға жаздайды. Барлығы дастархан басына отырады. Әкесі Әмірге сені мақтан тұтамын деп мақтап отырады. Жавидан жарылып кетейін деп отырады. Рейхан Зейнепті бөлмесіне жайғастырады. Рейхан Әмірге рахметін айтады. Ашулы Суфила Жавидан келіп, қызым қайда деп ұрсады. Соңғы рет сенімен сөйлесіп отырған деп ұрсады. Сол кезде Жемре хабарласып жағдайының жақсы екенін айтады. Зейнеп ас үйде тамақ жеп отырғанда Жавидан келіп тамақтарын алып қояды. Бір арамтамақ аз еді, енді сен қосылдың ба деп қуып жібереді. Зейнеп бөлмесінде шашын қасып отырады. Жавидан көріп жеркеніп келіп, сен биттеп кеткенсің ба деп шашын қырықпақ болады. Соңғы сәтте Рейхан келіп қалады. Зейнепті қорғап Жавиданға қатты сөйлеп тастайды.